Сәлеметсіздер, бүгін біз өзбекский самса дайындаймыз. Оған бізге 500 литр су, жылы су, оған 2 ас қасық тұз саламыз, 60 мл сұйық май и 1 кг ұн. Қазір біз бірінші су мен тұзды құямыз қасымызға. Сосын оған сұйық майымызды құямыз. Енді тұзды просеивайтып саламыз. Оны просеивайтып саламыз. Міне біздің өзбекский тестамыз дайын болды. Енді бұл жарты сағат бұғып тұру керек. Оған біз начинкасын дайындаймыз. Самсамыздың начинкасы дайын. 600 грамм фарш, 4 лук и 3 картошка турап кесіп қоясыздар. Соль, перец по вкусу. Мен, например, вообще болған самсаға өзбекский баранный ет кесу керек, рубленый. А мен біздің үйде қойын етін ешкім жақсы көрмегеннен кейін мен өзім фарш қолданып жатырмын. Бағанағы тестамыз дайын болды, біздің жарты сағатқа болған слоеный тестамыз. Соны енді біз 10 бөлікке осыны бөлеміз. Біз жаңағы 10 тұзық тестаға бөлдік қой, соны 5-5-тен бір-бірінің үстіне қойып, астына май жағып, тесто катайттаймыз. Мұнда 300 грамм не маргарин, не сливочное масло қосасыз, 100 грамм бараний жир турап ертіп қосасыздар. Енді тестаны катайттап бастаймыз. Тестаны катайттап болғаннан кейін мына майды жағып, бір тойының үстіне саламыз. 10-ға бөлген тестамызды катайттадық. Міне, 5-еуін мына жаққа бөлдім, 5-еуін мына жаққа бөлдім. Енді 5-еуіне каждыйына май жағамыз. Май жаққанда 100 грамм қойдың майы, 300 грамм сливочное масло. Осылай майын жағып алдық. Енді осының үстіне тағы бір тесто қоямыз. Осылай 5 тестаны осылай бір-біріне қоямыз да, бөлек істейміз, мынаны 5-еуін бөлек істейміз. Осылай бір-бірінің үстіне майын жағып, бір-бірінің үстіне осылай қоя береміз. Жаққан нанымызды енді бұлай ораймыз. Бұлай орап, осыны морозилкаға жарты сағатқа қоямыз. Морозилкаға жарты сағатқа қойып қоямыз. Жаңағы морозилка тестамызды алып шықтық. Енді бұлай кесе береміз. Міне бұлай кесемізді, оны бұлай қоя береміз осылай. Осылай жасап жатқанда уже духовкамызды жағып қоямыз 102 градусқа. Сосын, фаршты осылай салдық. Кейбіреулері қойдың етін турап салады. Мен біздің үйдің кісілері қойдың етін жақсы көрмейді, сол үшін мен сиырдың етінен фарш турап салдым. Осылай қойып, бұлай духовкаға сала береміз. Енді жаңағы самсамыз болды істеп, енді үстіне жұмыртқа жағамыз. Әдемілікке кейбіреуі кунжутпен әдемілеп жатады. Кім әдеміліксе, соны себсе болады. Осыны енді біз 180 градусқа 30-35 минутқа пісіреміз. Енді әркімнің духовкасы әртүрлі, өзіңіз духовкаңызға қарап, градусына қарап пісіре бересіздер.
өзбекский самсамыз дайын.